барлық жүкті көтеріп іштен өшіп қалған кәсіпкер туралы. Маған Айдос деген кәсіпкер келді. Ол өзі мебель саласында жұмыс істейді, мебельге байланысты заттарды сатумен айналысады. Сол кәсібі жүріп келе жатады, бір кезде сауда тоқтап қалады, ақша келмейді. Содан кейін Айдос шаршайды, кәдімгідей, выгорание дейді ғой. Былай да реклама жібереді, былай да реклама жібереді, өтпейді да. Сол кезде қарыздары бар инвестордың алдында, ол қарыздарын төлей алмайды, арендасы бар, инвесторлар ақшасын сұрайды. Осы қысымнан кейін одан ары қаратай ол тоқтайды бір жерде. Маған келді, біз онымен жұмыс істедік бір ай. Сол кезде терең разбор жасау арқылы мен мына нәрсені түсіндім. Айдос бала кезінде оның әкесі жұмыссыз болған. Әкесі жұмыссыз қалған, үйде жатады. Сол кезде анасы өзі шапқалайды, ақша табады, бірдеңкелерді алып сатады, базарға барып бірдеңкені сатады. Анасының да қарызы көп болған. Сол кезде анасының қарыздарын төлей алмағандықтан, енді ол кредит. Сол кезде қарызды өндірушілер, коллекторский компанияның адамдар келіп, үйіне келіп кәдімгідей, енді олар да просто так келмейді ғой, қысымдар жасайды. Сол кезде анасы қиналады. Соны көрген Айдос бала кезінде бейсаналық тұрғыда ақша табу қиын деген нәрсені қалыптастырады. Содан кейін анасымен бірге базарға барған кезде Айдос өзіне бір нәрселерді қалайды, бір ойыншықтарды алғысы келеді. Сол кезде анасы алып бермейді. Әрине, енді ол жерде тек қана жейтін азыққа ғана ақша жетеді. Сол кезде Айдос не істейді, маған болмайды, мен лайық емеспін деген түсініктерді қалыптастырады. Содан кейін үнемі үйінде жанжал. Өйткені анасы өзінің претензиясын айтады әкесіне. Сен неге жата бересің? Осы айғай-шуды, жоқшылықты көрген Айдос, сол кезде мен өскен кезде мен бүткіл нәрсені өзгертемін. Әкем істемеді, әкем істемегенді мен істеймін деп іштей шешім қабылдаған. Ол Айдос бұтықпаған, әрине, маған келген кезде. Бірақ біз осы Айдостың не үшін шаршап жүреді, неге энергиясы жетпейді, соны анықтадық. Содан кейін Айдоспен сол бейсаналық программаларды қараған кезде Айдос ақша үнемі қиын келеді. Қарыз болу ол нормально деген сияқты бейсаналық программа қалыптастырған. Содан кейін мен отбасымды асырауым керек, мен отбасымды құтқаруым керек деген программа. Содан кейін әкесінің әлсіз рөлін, менің әкем әлсіз деген бейсаналық программалы қалыптастырады. Осы программалар енді Айдос қазір кәсіпті жүргізіп жүрген кезде алдынан шығып жатыр. Өйткені Айдосқа ақша қиын жолмен келеді. Үлкен саудалар жасайтын кезде клиенттар өзінен өзі алмай кетіп қалады. Өйткені Айдостың ішіндегі осы бейсаналық программалары Айдосқа кедергі жасап жүрді. Содан кейін неге энергиясы жетпейді Айдостың? Өйткені ол өзінің әкесінің жүгін көтеріп жүр, отбасының жүгін бейсаналық тұрда көтеріп жүрді, ал оның бәрін көтере алмаймыз біз. Өйткені әкеңнің өзінің жүгі бар, анаңның өзінің жүгі бар, отбасының жүгін көтере алмайсың, ол Алланікі. Алла өзі реттейді, сен өзіңнің ғана жүгіңді көтеруің керек. Біз осы бейсаналық программалардың бәрін өзгерткеннен кейін ішіндегі қорқыныштарды, сол кезінде бала кездегі мен лайық емеспін деген бейсаналық программаларды өзгерткеннен кейін, содан кейін Айдос, мен лайықпын, мен ақша табамын, ақша оңай келеді, мен ешкімнің жүгін көтермеймін деген сенімдерді қалыптастырғаннан кейін Айдоста ақша оңай келе бастады. Саудашы жүре бастады. Ең бастысы энергиясы көбейді, кәдімгідей энергиясы көбейді. Содан кейін әкесіне деген теріс, менің әкем әлсіз деген ұғымды өзгерткеннен кейін әкесінің батыл, әкесінің еркектік қабілеттерін, қасиеттерін қабылдағаннан кейін оның ішкі сенімділігі күшейді. Осыдан кейін Айдос бизнесі ары қаратай дами бастады. Сол үшін егер сен де үнемі шаршай беретін болсаң, сенің де бір бизнесің жүрмей, немесе ақша қиын келеді, немесе ақша келгеннен кейін жоғалып кететін болып жатса, онда ойлану керек. Сен кімнің жүгін көтерушісің? Сенде қандай бейсаналық программалар бар? Осыны ойлану керек.
егер осындай белгілер болып жатса, комментарийға жаз. Мына описаниядағы сілтеме арқылы маған разборға жазылсаң болады. Біз сені ұстап тұрған осындай кедергілерді табатын боламыз. Сен өзіңнің қалаған табысыңды табатын боласың.